Құрметті халайық, мына Ресей мен Украинаның арасындағы соғыс және Иранға Америка мен израильдықтардың басып кіруі. Бұл әлемдік өзгерістер Қазақстанды да айналып өтіп жатқан жоқ. Оның жанама түрде болса да экономикасына әсер етіп жатыр. Мына Ресей-Украина соғысынан кейін мына Орта Азия елдерінің арасында саяси арасалмақ, экономикалық потенциалдар өзгеретіні сөзсіз. Мысалы, соңғы кездері жалпы ішкі өнім бойынша Қазақстанның тіпті Ресейді артқа қалдырғанын естіген шығарсыздар. Өйткені жалпы ішкі өнім, жан басына шаққанда жалпы ішкі өнімнің өсу көрсеткіші бойынша Қазақстан Ресейді басып озды. Бұл әрине кейбіреулер айтуы мүмкін, соғыс болып жатқан елмен салыстырған не деген сияқты. Өйткені салыстыратындай да бар, себебі 95 жылдары жалпы ішкі өнім Ресейден әлдеқайда артта қалып келе жатқан еді. Ресей аймақтағы көшбасшы болатын. Ал кейіннен Ресейдегі толассыз соғыстар, мысалы Ресейдің елді мемлекетті дамыту, оның экономикасына көңіл бөлу, демократиялы бағытта дамудың орнына Ресей мына соңғы 20 жылдықта, 25 жылдықта деп айтсақ та болады, соңғы 25 жылдықта соғыстан көз ашпады. Әлемнің түкпір-түкпірінде Ресей айналасындағы отырған мемлекеттерге шүйлігімен болды. Мысалы, Грузиядағы қанды қырғынды айтыңыздар, Кавказдағы шайқастар, сонымен қатар Украинадағы жағдай, Қырымда аннексиялауы, Тәжікстандағы азамат соғысына араласу. Бұның барлығы Молдованың да мына Днестр бойындағы аймақтарына араласуы Ресейдің. Бұның барлығы айналып келген кезде Ресейдің экономикалық халқының жағдайын жасау, өркениетті әлеммен байланыс сияқты мәселелерге көңіл бөлуден гөрі тек мына мемлекеттердің ішкі істеріне араласу, ондағы болып жатқан өзгерістерге араласу, міне сол жаққа көбірек көңіл бөлгеннің нәтижесі, және соның нәтижесінде бір сөзбен айтқанда мына экономика Ресейдің жүргізген саясатының нәтижесін шығарып беріп отыр. Әйтпесе миллиондаған халқы бар, жер көлемі жөнінен әлемдегі бірінші орындағы Ресей, мына жер көлемін былай қойғанда әскери қуаты жағынан өзін әлемдегі екінші орындағы мемлекетпіз деп мақтанатын Ресейдің әскери потенциалының қандай екенін, экономикалық жағдайының қандай екенін соңғы 25 жылдық анықтап берді. Ал нәтижесінде үнсіз отырып дамыған мемлекеттер, жаңағы өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай отырып дамуға күш салған мемлекеттердің жағдайы көріне бастады. Яғни өзгергенін. Керемет бір Дубайды салып тастамаса да, керемет бір Нью-Йоркті тұрғызбаса да, Ресейдің айналасында орналасқан кейбір мемлекеттердің өсу қарқынның әлдеқайда дамығанын көріп отырмыз. Әрине мына жалпы ішкі өнім деп жатырмыз. Мысалы, Кавказ мемлекеттеріндегі болған қаншама қанды соғыстарды білесіздер, нәтижесінде Кавказға салынатын инвестиция тек мына туризм, IT саласы бойынша ғана, көбінесе. Ал Әзербайжанда білесіздер, мына Каспийдің қайраңындағы мұнай газды игеруге басымдық беріп отырса, Армения енді мына жақтағы ОДКБ-дан қол үзіп, тіпті мына Еуразиялық одақ төңірегінде де бұлар мәселе көтере бастады. Енді бұлар Европаға жақындауға ұмтыла бастады. Молдованы көрдіңіздер, ТМД-ның құрамынан шығуға шешім қабылдап жатқанын. Бұның барлығы айналып келген кезде мына Ресей-Украина соғысынан кейін жағдай баяғы жартас сол жартас күйінде қалмайтынын көрсетіп отыр. Мына соғыс біткеннен кейін бәрібір саяси арасалмақ өзгереді. Мемлекеттердің экономикалық потенциалы, әскери күш қуаты, оның барлығы өзгеретіні анық. Мына Ресей-Украина соғысы кезінде тіпті әскер санының өзі жетпей, екі жақ әскерін толтыра алмай жатыр, әлекке түсіп жатыр. Зеленский мына батыс елдерінен, Америкадан ауық жаңағы көмек сұрауға мәжбүр болса, Путин мына Солтүстік Корея, Иран, Монғолия, Қытай сияқты мемлекеттерге елшіліктерін аттандырып, бұлармен жақсы байланыс іздеуге, ең болмаса саусақпен санарлық жаңағы өзінің қолдайды деген мемлекеттерден мен байланысын үзбеуге ұмтылып жатыр. Бұның өзі ара салмақтың өзгеріп жатқанын көрсетеді. Әйтпесе, егер Ресейдің әскері күшті болатын болса,
соғыс басталған кезде Украинаны қалпақпен қағып аламыз деп мақтанған, айналдырған, жаңағы аз ғана күнде Киевке жетіп барамыз деген Кремльдің жоспарының күл талқаны шыққанын өздеріңіз де көріп отырсыздар. Соғыстың жалғасып жатқанына қаншама жыл болды. Енді бұлар адам санын толтыра алмай, тіпті Солтүстік Кореяның сарбаздарының өзі Украинадағы соғысқа араласқанын естідіңіздер. Бұның барлығы айналып келген кезде Ресейдің экономикасын қалай күйретіп жатқанын, адам ресурстарын қалай жаңағы азайтып жатқанын көрсетіп отыр. Ал Қазақстан, Өзбекстан сияқты Орта Азиядағы елдер үшін жаңа мүмкіндіктер ашыла бастады. Мысалы, Орталық Азия плюс дейтін керемет форматтар пайда болды. Мысалы, Германия, Америка, Жапония сияқты мемлекеттермен тікелей байланыс орнатуға көп векторлы саясат дегеннің қандай болатынын енді көрсететін кез келген сияқты. Өйткені осы кезге дейін, мысалы, Назарбаевтың дәуірінде біз айтқанымызбен, көп векторлы саясат дегенімізбен экономикамыз, саясатымыздың көпшілігінде Ресей мен Қытайдың ықпалы көп болғаны шындық. Ал көп векторлы саясат деген бұл әлемнің кез келген мемлекетімен байланыс орнату, және қай мемлекет тиімді сонымен байланыс орнату. Тек айналамыздағы мемлекеттермен ғана шектеліп қалмай, әлемге тереземізді ашу деген сөз. Сондықтан әлемде болып жатқан мына жағдайлар қазақ билігі үшін, қазақ үкіметі үшін керемет мүмкіндіктерді беріп отыр. Тек бұны біздің үкіметіміз пайдалана алса болды.